Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. Бүгінгі 65-ші сабағымыздың тақырыбы морфология әлеміне саяхат деп аталады. Бүгінгі сабақта сөз таптары туралы білімімізді еске түсіретін боламыз. Әли, фонетика, синтаксис елдеріне саяхатқа шығып, дыбыс, сөйлем әлемі туралы көп білім алдық. Морфология деген не? Бұл елге саяхат жасау арқылы біз не білеміз? Әлидің жауабы: морфология гректің түр, тұлға, сөз, ілім деген мағынадағы сөзі. Қазіргі кезде морфология сөз тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әртүрлі өзгеріске түсуін анықтайды. Ал екінші сұрағының жауабын табуға ертегі көмектеседі. Бірінші жаттығу ертегіні тыңда. Ертеде біз білмейтін бір елде сөздер өмір сүріпті. Ол морфология елі деп аталыпты. Дүниедегі сөз біткеннің бәрі сол елде бірге тату тәтті тұрыпты. Күндердің күнінде сөздер бір нәрсеге келісе алмай, сен ұзынсың, мен көпшілмін, көп мағына беремін, ал мен бірақ мағына беріп оқшау жүргенді ұнатамын деп айтса жөнеледі. Мұны естіп қалған сол елдің қаны сөздерді мағыналарына, сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай топ-топқа бөліп тастапты. Сөздерді ұқсас белгілеріне қарай 9 топқа бөліп, жеке-жеке ат қойыпты. Осылайша морфология елі 9 сөз табының ортақ еліне айналыпты. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Тыңдалған материал бойынша пікіріңді білдір. Ол үшін қарамен жазылған сөйлемдерді басшылыққа алып, сөздердің сөз таптарына топталу себебі туралы өз ойыңды жазбаша білдір. Бұл жерде сөздердің ұқсас белгілеріне қарай топтастыру туралы айтылған. Мысалы, зат есімге жататын сөздер заттың атын білдіріп, кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Дәл осындай сияқты басқа да сөз таптарының өзіндік сұрақтарымен білдіретін мағыналары ортақ. Егер де сөздерді 9 сөз табына топтастырмаса, тілімізде бірізділік, жүйелілік болмаушы еді. Біз бар болғаны 4 сөз табын зат есім, етістік, сын есім, сан есімдерді білеміз ғой. Қалған 5-еуі қалай аталады? Әли айтады, ребусты дұрыс шешсең, жаңа сөз таптарының аттарын білетін боласың. Бірінші берілген 5 саны, 5 санынан Б әрпін аламыз. Сол кезде ес деген сөз қалады. Келесі 1 деген сөздегі екі жағындағы әріпті алғанда әрпі қалады. Есі деген шықты. Оған М, Д деген әріптерді қосамыз. Одан кейін керек деген сөзден бастапқы 3 әрпін алып тастаймыз. Сол кезде үк сөзі қалады. Сонда бірінші сөз бізде есімдік деген сөз табы шығады. Келесі бізде берілген сурет үстел суреті. Үстелден соңғы Л әрпін алып тастаймыз. Сол кезде үсте деген сөз қалады. Одан кейін ұлу деген сөздегі бастапқы 2 әрпін алып тастағанда У әрпі қалады. Сонда біздегі келесі сөз табы үстеу дегене. Одан кейін шана деген сөзден соңғы 3 әрпін алып тастағанда Ш әрпі қалады. Одан кейін мың деген сөздегі екі жағында әріпті алғанда әрпі қалады. Одан кейін 6 деген санның бастапқы бірінші әрпі және соңғы 2 әрпін алғанда Л әрпі қалады. Одан кейін тау. Таудың бастапқы 1 әрпін алғанда ау деген сөз қалады. Бізде шылау деген сөз табы шықты. Келесі жасырынған сөз табы. 10 деген сандағы соңғы Н әрпін аламыз, сол кезде О әрпі қалады. Одан кейін доп деген сөздегі соңғы 2 әрпін аламыз, сол кезде Д әрпі қалады. Келесі берілген сурет сағат. Сағат дегендегі бірінші әрпі сын алып тастаймыз және соңғы әрпі ат дегенді аламыз. Сол кезде ақ деген сөз қалады. Одан кейін ай деген сөзді солаймен қосамыз. Сол кезде бізде одағай деген сөз табы шығады. Одан кейін елік. Елік сөзінің барлығын аламыз. 4 деген сөздегі соңғы 3 әріпті алып тастағанда Т әрпі қалады. Және тереуіш деген сөздегі бастапқы 4 әрпін және соңғы 2 әрпін алып тастаймыз. Сол кезде бізде барлығы еліктеуіш деген сөз табы шығады. Мінеке оқушылар, ребустың жауабы есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеуіш деген сөз таптары. Келесі екінші жаттығуда әр қатардан артық сөзді тап. Неліктен оларды артық деп ойлайсың? Зат есім кім, не деген сұраққа жауап береді. Берілген сөздер жел, қауырсын, суық, күн, кемпір қосақ, омарташы. Бұл жерде артық сөз бар. Кім, не деген сұраққа жауап бермейтін сөзді анықтауымыз қажет.
Сонымен қатар сұрақтарына қарап, әр сөз табының қандай мағына білдіретінін айтуға бола ма? Болса, әр сөз табының ережесін шығарып көрім. Ең алдымен артық сөзді анықтайық. Зат есім кім не деген сұраққа жауап береді? Жел, қауырсын, күн, кемпірқосақ, омарташы. Бұлардың барлығы не деген сұраққа жауап береді және кім деген сұраққа жауап береді. Ал бұл жердегі суық сөзі артық, себебі ол қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болып тұр. Келесі етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде күшейді, көмкерілді, ұшып кетті деген етістікке жатады. Ал боран сөзі артық, себебі ол не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болады. Келесі сын есім қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сын есімге жататын сөздер көкшіл, тәтті, үшкір, сулы деген. Бұлар қандай деген сұраққа жауап береді. Ал бұл жерде шөл сөзі артық, себебі ол не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болып тұр. Келесі сан есім. Сан есім қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Бұл жердегі сан есімдер 7, 3, 11 деген. Бұлардың барлығы неше деген, қанша деген сұраққа жауап береді. Бұл сөздердің ішінде қос сөзі артық, себебі ол не істеді деген сұраққа жауап беріп, етістік болып тұр. Сұрақтарға қарап сөз таптарының ережесін шығаруға болады. Мысалы, зат есім кім не деген сұрақтарға жауап беріп, заттың атын білдіреді. Ал етістік не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап беріп, іс қимылды білдіреді. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап беріп, заттың сынын, сапасын білдіреді. Ал сан есім қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап беріп, заттың санын, мөлшерін білдіреді. Мінекей сөз таптарының сұрақтарға қарап отырып, ережесін осылай анықтауға болады. Келесі үшінші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді түсініп оқы. Сөз таптары әртүрлі болады. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз. Әрқайсының өзіндік белгілері, соған сәйкес жазуда және сөйлеуде қолданылатын жалпы ережелері бар. Сондықтан бұл сөз топтарын, яғни сөз таптарын бір-бірінен ажырату үшін морфологиялық талдау жасау қажет. Енді тапсырмаға назар аударайық. Қай сұрақтар мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған? Осы сұрақтардың жауабын жаз. Бірінші сұрақ, сөз таптары қалай аталады? Сөз таптары зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеуіш деп аталады. Яғни 9 сөз табы бар. Осы 9 сөз таптары әрқайсысы бөлек-бөлек аталады. Келесі екінші сұрақ. Бір сөз табы екіншісінен қандай белгілері арқылы ажыратылады? Бір сөз табы екіншісінен сұрақтары, білдіретін мағыналары, сөйлеуде қолданылатын жалпы ережелері арқылы ажыратылады. Келесі үшінші сұрақ. Морфологиялық талдау қалай жүргізіледі? Морфология сөз тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әртүрлі өзгеріске түсуін анықтайды. Демек, морфологиялық талдау түбір мен қосымшаны ажырату арқылы жасалады. Келесі төртінші жаттығуда өлең берілген, өлеңді көшіріп жазамыз. Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан, күміс көл, ерке өзен алып қашқан. Құмартып келем саған бала жастан, дариға жер бар мекен сенен асқан. Авторы Қасым Аманжолов. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Сөздерге сұрақ қойып, морфологиялық талдау жаса. Ол үшін өңір беттегі морфологиялық талдау үлгісін басшылыққа ал. Ал енді оқушылар сөздерге сұрақ қою арқылы морфологиялық талдауды жасаймыз. Не тау, қандай тау, барқыт тау. Екеуі де түбір сөзге жатады. Барқыт та түбір сөзге, тау да түбір сөзге жатады. Келесі не дала, қандай дала, жасыл дала. Бұлар да түбір сөзге жатады. Келесі не аспан, қандай аспан, зеңгір аспан. Бұл зеңгір дегенде түбір сөзге, аспан дегенде түбір сөзге жатады. Келесі не көл, қандай көл, күміс көл. Не өзен, қандай өзен, ерке өзен. Не істеген, алып қашқан. Бұл жерде күміс түбір сөзге, көл дегенде түбір сөзге және ерке өзен дегенде түбір сөзге жатады. Одан кейін құмартып келем. Не істеймін? Құмартып келем. Құмар деген түбір, тып деген жалғау. Кел деген түбір, ем деген жалғауға жатады. Саған, кімге? Бұл түбір сөзге жатады. Одан кейін қашаннан, бала жастан. Бала деген түбір сөзге жатады, жас деген түбір сөзге, тан деген жалғауға жатады. Келесі дариға. Не деген сұраққа жауап береді, бұл түбір сөзге жатады. Жер не деген сұраққа жауап береді, зат есім түбір сөзге жатады. Бар мекен сенен асқан. Не істеген?
сенен асқан. Сен деген түбір сөзге ен деген жалғауға жатады. Ас деген түбір сөзге қан деген жалғауға жатады. Келесі шығармашылық үзіліс берілген 5-ші жаттығу керісінше жұмбақ. Сөз жұмбаққа сұрақтар жаз. Ол үшін оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздікті басшылық қал дейді. Бізде берілген сөздердегі найзағай, сағым, шық, қырау деген сөздердің оқулықтың соңында түсіндірме сөздігі бар. Сол сөздіктерді басшылыққа ала отырып, біз сөз жұмбаққа сұрақтар құрастыратын боламыз. Бірінші көлденеңінен найзағай деген сөз берілген, осыған сұрақ құрастырамыз. Ыстық және суық ауаның соқтығысынан пайда болатын күшті жарқыл не деп аталады? Найзағай деп аталады. Екінші көлденеңінен көктем мен күздің салқын түндерінде шөп басына тұратын атмосфералық дымқыл қалай аталады? Шық деп аталады. Ал енді тігінен берілген сөздерге мынадай сұрақтар құрастырамыз. Бірінші, ауаның біркелкі қызбауына байланысты табиғатта болатын құбылыс қалай аталады? Сағым деп аталады. Екінші сұрақ, тоңазыған дымқыл ауаның жерге, ағашқа қар тәрізді болып ағарып қонған күйін не деп атайды? Қырау деп атайды. Тігінен берілген екінші жауап қырау. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.